Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін осындай піскен еттен бізде желінбей қалды. Котлет дайындаймыз. Бірінші жақсылап кесіп аламыз. Маған тіркеліп лайк басып отырыңыздар. Ет машинеден өткізсеңіздер де болады. Мен блендер қолдандым. Пиязды да қосып өткізіп жібереміз блендердан. Бәрін осылай дайындап алдым. Блендермен езіп аламыз енді. Ұнтақтап аламыз немесе. Міне осындай болады. Бәрін осылай өткізіп аламыз. Блендердан. Мен бір пияз алған едім. Етім көп сияқты, сондықтан тағы бір пияз қостым. Пиязымызды күтіп аламыз енді. Пиязымызды қосамыз. Мінекейіңіз 2 пияз, жұмыртқа, көз мөлшерімен бұрыш, тұз қосамыз да жақсылап араластырамыз. Енді жақсылап араластырып, котлеттерімізді дайындаймыз. Өте дәмді болады, жасап көріңіздер. Жақсылап араластырып, өзіңізге қалай ыңғайлы, солай жасай бересіз. Маған осылай дөңгелек қылған ыңғайлы, сондықтан солай алдым, солай жасадым. Мінекейіңіздер. Осылай жасадым котлеттерді. Майымды қойып қойдым, қыздырып. Сондықтан бірден қуыруға кірісе береміз. Міне ұн дайындап қойдым, ұнға малып, батырып деймін, қалай қуыра береміз. Бірінші рет мінекейіңіздер осылай қызып тұрған майға піскенше қуырып аламыз. 1-2 минут бір жағын, 1-2 минут бір жағын пісіріп аламыз осылай. Мінекейіңіздер, іші піспейді деп уайымдамаңдар, өйткені бұл піскен ет. Ешқандай духовкаға салып, немесе қайтадан осының үстіне майына салып, бұқтырып жатады ғой. Олай керек жоқ, өйткені толығымен піседі. Мінекейіңіздер. Өте оңай. Және жылдам. Келесі. Партия. Міне біздің котлеттеріміз дайын десек болады. Сізге мен гарнирға спагетти пісірдім. Тұздық жасадым. Сізге қалай ыңғайлы, қайсысы ұнайды, солай пісірсеңіздер болады. Сондықтан менде міне котлеттер осылай шықты. Атамағым міне бұлай шықты. Маған тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Келесі кездескенше.